Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздердің осындай өте дәмді, бүгінгі менің қонақтарымды таң қалдырған ерекше асқабақ тәрізді самсаның жасау жолымен бөлісетін боламын. Іші де сырты да өте дәмді болып біркелкі піскен. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдырып, менің YouTube каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ол үшін достар, ең бірінші осылай қамыр илейтін ыдысымызға жылы сүтімізді және де алдын ала ерітіп алған сармайымызды құямыз. Және де үстінен бір жұмыртқамызды салып араластырамыз. Және де үстіне бір шымшым тұз салуды да ұмытпаңыздар. Мінекей достар, барлығын салып дайындап алдық. Енді осыны араластырып, үстіне құрғақ ұнымызды салып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Достар, естеріңізге сала кетейін, видеоның төмен жағында описание бөліміне барлық керекті ингредиенттердің көлемін жазып қойдым. Сол көрсетілген ингредиенттерден ауытқымай жасасаңыздар, қамырыңыз өте жұмсақ, өте дәмді болады. Мінекей достар, осылай қолымызбен біріктіріп илеп аламыз. Енді бұны шамамен 5-10 минутқа тындыруға қоямыз. Біз ол аралықта ішіне қосап начинкасын дайындаймыз. Ет, май, пияз және де осындай сәбіз қостым. Үстінен тұз және де қарабұрыш қосамыз. Начинкасын әрине өзіңіздің қалауыңыз бойынша жасасаңыз да болады. Мінекей достар, толықтай араластырамыз. Осымен біздің енді начинкамыз да дайын болды. Енді жаңағы самсамыздың формасын жасауға, самсамызды түйуге көшеміз. Мінекей достар, біздің қамырымыз да тынып дайын тұр екен. Енді осыны самсамызды түйуге дайындаймыз. Енді осылай ұсақтап кесіп, самсамыздың формасын жасауға ыңғайлап аламыз. Жазған кезде осылай дөп-дөңгелек болу үшін осылай домалақтап алдық. Мінекей достар, барлығын дайындап алдық. Енді осы көріп тұрғандарыңыздай асқабақ самсасын жасау формасын көрсететін боламын. Жаңа домалақтап алған қамырымызды оқтаудың көмегімен осылай жазамыз. Енді қатық жұқа болып кетпеуі керек. Енді ішіне осылай начинкамызды салып, осылай біріктіреміз. Мінекей достар, біріктіріп дайындап алдық. Енді бізге осы форманы келтіру үшін жіп керек болады. Мынандай ұзынырақ қылып алыңыздар. Мінекей достар, видеода барлығы түсінікті деп ойлаймын. Мінекей достар, біздің самсамыз өте әдемі болып жатыр. Осылай барлық самсамыздың формасын жасап, түйіп дайындап аламыз. Осылай достар, әр самсамызға бөлек осындай жіп керек болады. Және де пісірген кезде де осы жібімен пісіреміз. Жібі күйіп кетпейді. Әбден пісіп болғаннан кейін жаңа жібімізді суырып алып тастаймыз. Осылай достар, барлық формасын, барлық самсамызды түйіп дайындап алдық. Енді осының үстінен әсемдік үшін осылай жұмыртқаның сарысын жағамыз. Достар, енді біз асқабақ тәрізді самса пісіріп жатқандықтан, асқабаққа толықтай ұқсау үшін осылай асқабақтың сабағы ретінде осылай дәнді орналастырып шықсаңыздар болады. Осылай достар, барлығын дайындап алғаннан кейін, енді бұл самсаларды шамамен 35-40 минутта 180 градуста пісіреміз. Мінекей достар, біздің асқабақ тәріздес ерекше көздің жауын алар, дастарханыңыздың көркін ашатын самсамыз дайын болды. Енді бұл самсаларды қазір ыстық болып тұр. Сәл суығаннан кейін осылай жаңағы жібін босатып алып тастаймыз.
Мінекей достар, енді дастарханға ұсынбас бұрын осылай жібін алдымен алып тастайсыздар. Осылай бір жағын кесіп жіберіп, енді осылай жібімізді суырып алып тастаймыз. Өте дәмді болып шықты, іші де сырты да толықтай піскен. Осы рецепт арқылы сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Және де видеоның төмен жағында описание бөліміндегі ингредиенттерден ауытқымай жасасаңыздар өте дәмді болып шығады. Мінекей достар, жібін алып тастадық. Қазір ортасын ашып көрсететін боламын. Достар, сырты қандай әдемі болса, іші де солай өте дәмді болып шыққан. Менің бүгінгі қонақтарыма керемет ұнады. Осы рецепт арқылы жасап көруге сіздерге кеңес беремін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сіздерге рецепт ұнаған болса, видеоның соңына дейін қараған болсаңыз, лайк басып, комментарий қалдырып, менің YouTube каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.